Мен сіздерге сен өзіңді таңдай бастаған кезде өмірің қалай өзгеретінін айтқым келіп отыр. Сен осы уақытқа шейін өзіңді таңдаған жоқсың. Елдің бәріне ұнау үшін бәрін жасадың. Елдің махаббатына лайық болу үшін мен солардың көңілінен шығуым керек деп ойладың осы уақытқа шейін. Солардың айтқанын бәрін жасадың көңілінен шығу үшін, ұнау үшін. Өзіңде жоқ ресурсты бересің. Өзіңе сыйламаған махаббатты, өзіңе қимаған махаббатты, заботаны сен басқа біреуге бересің. Өйткені сен оған ұнау керексің, және сол орта сені қабылдау керек. Соған барыңды саласың, барлық әрекетіңді жасайсың, Өзіңді таңдаған кезде сенің өзіңді ара жолыңды таңдауыңа тура келеді. Сол ортадан шығуға тура келеді саған. Сол кезде не басталады? Сені критиковать ету басталады. Сен сондай дамып кеткесің ба, не керемет болып кеткесің ба, не? Даже маған әйелдер жазады, мен осындай өзімді таңдаған кезде, өзімнің жолыммен жүре бастаған кезде күйеуім айтты маған дейді. Сен осындай болып бір курстарды оқып алып, бір қуып отыратының бар сенің деп айтты. Мен ішкі состоянием құлдырап кетті дейді. Осы бірінші опасность, Бірінші адам өзгеруді таңдаған кезде, өзін таңдаған кезде, сол бағытта кетіп бара жатқанда сен критиковать ететін адамдар өте көп болады. Сенің ортаң ол. Тобыр дейікші, сол тобырда өмір сүрдің, солардан бөлініп шығу саған қиын, Сен бөлініп шыға бастаған кезде, олар сені критиковать етіп айта бастаған кезде, сен осындай болып кеткесің ба, бұндай болып кеткесің ба деген кезде адам қорқып кетеді. Да сол өзінің үйреншікті жағдайына жүгіріп барып сол адамдардың топтың ішіне кіріп алады. Өйткені ол дара кетіп бара жатқан кезде как будто бір бөлініп қалған сияқты, бір бөлшегі сияқты, бір басқа бір адам сияқты өзін кейде бір жаман сезініп кетуі мүмкін, Сөйтіп қайтадан жүгіріп келіп сол өзінің тобына кіріп алады да, олардан выделяться еткісі келмейді, бөлектенгісі келмейді. Бөлектенсе сразу көзге түсіп қалады да, мені критиковать етеді, мені жамандайды, мен оларға жаман көрініп қаламын деп ойлайды. Бірінші қателік осы. Екіншісі не десеңіз, сен изгой бола бастайсың уже. Сол ортаң, сенің араласып жүрген достарың, подругаларың, құрдастарың болуы мүмкін, сен бөле бастайды. Сен көп жерге шақырмайды уже. Өйткені сен не істеп жатсың? Олардың жасамаған нәрсесін жасап жатсың. Олар істей алмаған нәрсені, батылдығы жетпеген нәрсені сен істеп жатсың, Сен батылдығың жетіп солай кетіп бара жатсың. Олар сені уже шеттете бастайды. Шеттеткен кезде екінші қателік осы. Шеттетіп жатыр, мен өз алдыма бір бөлек болып қалатын болдым, менің жамандығымнан болып жатыр деген сияқты ойларда кетуі мүмкін, Менің жамандығымнан бөлініп жатыр, мен бөліп тастап жатыр. Жоқ, мен одан да не болса да солармен бірге көрейін деп қайып жүгіріп келіп солардың ортасына кіріп алу, Сол кезде де сенің өмірің өзгермейді, өкінішке орай. Солай қалып қаласың. Баяғы сол өмірде қалып қалуы мүмкін, Бұл екінші қауіпті. Сол кезден де сен өтетін болсаң, егер де содан да шыдап беріп өтетін болсаң, мейлі сен шақырмай қойсын, мейлі араласпай қойсын, Одан да өтетін болсаң, сен өсе бастайсың, Өскеннен кейін не болады? Сенен келіп ақыл кеңес сұрай бастайды сол адамдар. Сен қалай жеттің осы жағдайға? Сен қалай істедің? Маған үйретші деп айтады. Сондай дәрежеге жетіңіздер. Осы екі жағдайдан өтіңіздер, ештеңеден қорықпаңыздар, өздеріңіз таңдаудан қорықпаңыздар.